Өнердегі біздің факультеттегі ең бір қатал Шарфов деген мұғалім бар. Ол бізге осы семестрде 2 дисциплина бойынша сабақ береді. Соның бір сабағын тапсырдым. Одан жаңа келе жатқан кезде жолдан осы газетімді сатып алдым. Енді бұны өлшеу керек үйге келіп. Өйткені бізге семестр соңында сессияға доступ алу үшін осындай газеттердің 6-ауына анализ жасау керек. Мен сонда өте қатал, өте бір түрлі түсініксіз ағай. Айна Крекин. Әкеміз жеңіл адам болған. Отбасы үшін бәрін берген, бәрін салған. Осы балалар аман шешілсін. Өзінің оқырмандарына өте жылы көзбен қарады. Біз де айтып қоямыз, кейде кітап шығып, бір театрда көріп қаламыз, жұрттар жүріп келеді ғой, суретке түсейікші. Аяғы ауырады, тұра алмайды. Сонда келіп, әкемізді қолын ұстап тұрған шыдаш кішкене шыдаш оқырмандар жарайды дейді. Екі қолын таяғынан берді, екі қолын бүйтіп қойып келіп жұрттар екі қолын ортасына қолдар бүйтіп суретке түсіп бірінің соңында кете береді. Жылы сен шыдаш дегеніңізді әйтеуір көнген нәрсені жарайды деп шыдап тұрды. Аяғы ауып тұрса да, ерні көгеп тұрса да, сол көгегеннен кейін ағара бастайды. Соның өзіне де шыдап тұрды. Сіздерге рахмет, еске алып кешіп өткізіп жатқандарыңызға жолдарыңыз болсын. Биік жоталардан көтеріп көре берейік шыңдардан. Ертең қазір жап-жассыңдар, артынан айтып отырмын, жап-жас жігіттер екен, ең маған шықты да өзімді істейші. Сол көп болған екен, жап-жас жігіттер екен. Қолын қартайық, рұқсатын берші, жас жігіттерге. Сөйтіп рұқсатын алып кеткен. Рахмет. Сіздерге де рахмет. Еске алып берші. Әкесіз, ең жақсы әкесіз. Өмірден өтер шағында айттым деп. Енді сізде бір нәрсені біліңіз, сіз де ең жақсы ұлдардың бірісіз. Өйткені қанша дүниеден дарын өткен, бірақ ұлдарымен, мұрагерлермен жол болмаған ақындар бар. Сол атты абыройлы көтере алмайтын ұрпақтар бар. Осы ортаға келіп, атамыз жайлы естелік айтып тұрған сізге көп рахмет, алғысымызды білдіреміз. Сіз аман болыңыз.
Сізде не бар? Привет. Сәлем. Қалай өтті бүгінгі күн сендерге? Өте жақсы, ажақпен өтеді дегенбіз. Орда. Ой. Шынымен достар, ой, басына алды ғой. Мен уже үйге келдім. Барлығын әдемілеп өткіздік. Мен қалтамда кітап бар, қолымда тамақ, проекті алдым. Енді үйге келе жатырмын. В общем, бүгінгі күн өте күшті өтті. Асау баспасын тағы да бір мәрте құттықтаймын шын жүректен. Ертеңгі күнге сәттілік. Ал мен тест жаттаймын. Мен қазір үйдемін. Осындай екі кітапты алып, неге Бекет деген Дулат Исабековтың жаңа емес. Осындай Бекет пен Өтпек жолаушы деген екі кітапты алып, қазір сөреме қосып қоямын. Бұйырса сабақтарымды тапсырып болғаннан кейін кезек-кезек оқып тастаймын. Және бүгін маған осындай күшті сыйлық берді. Қараңыздаршы, қандай сүйкімді. Маған қатты ұнады. Шынымен осындай кішкентай нәрселер адамның бір-біріне деген сыйластығын, бір-біріне деген махаббатын, шынайы сезімдерін ашады. Сондықтан бір-бірімізді әрқашан қуантып жүруге тырысайық. Бір-біріңізге көмектесіңіздер, әрқашан қолдау көрсетіңіздер. Өмір негізінде шынымен де адамдармен осы бір кішкентай махаббатмен, кішкентай сыйластығымен қымбат. Мынау менің кішігірім философиялық ойларым болып кетті. Бірақ сонда да шынымен бұл менің көзқарасым. Енді келсеңіздер, келсем деп комментарийға жазыңыздар, келіспесеңіздер, тоже ойларыңызды комментарийға пікір бөліміне жазып кетіңіздер. Сіздермен бүгін болған ақерке, бұл мен бір күнім влог. Барынша қызықты етуге, қалай бар, солай жеткізуге тырыстым. Егер осы формат ұнайтын болса, алдағы уақытта тағы да көбірек түсіруге тырысатын боламын. Ал мен қазір отырып тест жасаймын, ертең рубежға дайындаламын. Сіздерге сәттілік. Келесі кездескенше сау болыңыздар.